Қазақ тілі пәні тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. 55-ші сабақ. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысты болады. Олардың байланысын сұрақ қою арқылы білеміз. Мысалы, бейбіт үйге келді сөйлемінің байланысын сұрақ қойып табайық. Үйге кім келді? Бейбіт келді. Бейбіт үйге не істеді? Келді. Бейбіт қайда келді? Үйге келді. Осылай сұрақ қою арқылы біз сөйлемдегі сөздердің байланысын таба аламыз. Кітаппен жұмыс. Әңгімені мәнерлеп оқы. Желтоқсанның 15-і үй жұмысы. 21-ші жаттығу 110-шы бет. Мақалды көшіріп жаз. Өлеңді тыңда. Тырс-тырс, жаңбыр көп жауады. Тамшылар тамады. Тырс-тырс, терезені қағады, су болып ағады. Тырс-тырс, тазартып ауаны, жаңбыр көп жауады. Асан осы өлеңге байланысты каллиграмма жасады. Сен де төменде берілген өлең шумақтарымен каллиграмма жасап көр. Қыс күні жапалақтап алағар, жауды күнде қайталап, қырға шықты балалар, шаңғыларын арқалап. Каллиграмманы жасау үшін суретін өзің салып көр, немесе журналдардан қиып алуыңа болады. Және үлкендерден көмек сұрауыңа болады.